Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерменен дәл осы торттың үстінде көріп тұрғандарыңыздағыдай шоколадный шарикидің жасалу жолыменен бөліспекшімін. Менімен бірге соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетіңіз. Шоколадный шарики жасау үшін бізге шоколад керек болады. Оны микротолқынды пеште немесе водяная баняда, яғни су буында біркелкі болып барлығы толығымен араласқанша ерітіп аламыз. Егер микротолқынды пеште ерітетін болсаңыздар, онда әр 10 секунд, 20 секунд сайын шоколадыңызды алып араластырып тұрасыз. Микротолқынды пешке шоколадыңызды толығымен 30 секундқа немесе 1 минутқа қойып кетіп қалған жағдайда сіздің шоколадыңыз күйіп кетеді. Себебі микротолқынды пеш шоколадтың төменгі жағынан бастап ерітеді. Сол себептен шоколадыңызды микротолқынды пешке салғаннан кейін 20-30 секунд сайын шоколадыңызды алып, қайта-қайта қозғап тұрасыз. Дәл осы әдісті 4 рет немесе 5 рет қайталап шоколадыңызды ерітіп аласыз. Шоколадымыз дайындап болғаннан кейін бізге видеода көрініп тұрғандай силиконовые полушарики керек болады. Бұл затты барлық кондитерлік дүкендерден таба аласыздар. Менде бұның 3 түрі бар. Сіз өзіңізге керегін алсаңыз ғана жарайды. Алдын ала осылай ішін спиртпенен тазалап аламыз. Сосын жаңағы ерітілген шоколадымызды осында толтырып салып шығамыз. Бұл жерде біз 2 слой жағатын боламыз. Біріншісін біз черновой деп айтамыз. Бірінші черновой слойды жағып болғаннан кейін морозильникке салып қатырып аламыз. Екіншісінде қалып кеткен жерлерін, ашық жерлерін толтырып жағатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде мен бірінші слой, яғни черновой слойын жағып жатырмын. Қажетінше полусфераларды толтырып, бірінші слойын морозильникке 5 минутқа салып алатын боламыз. Міне біздің жаңағы морозильникке жіберген бірінші слойымыз қатып шықты. Енді жетпеген жеріне жаймен деп екінші слойды жақсылап жағып шығамыз. Екінші слой шоколадымызды жағып болғаннан кейін де морозильникке 5 немесе 10 минутқа жіберетін боламыз. Біздің жаңағы морозильникке жіберген шоколадный полушариктарымыз дайын болды. Силиконовый формадан жаймендеп ажыратып, бір тарелкаға салатын боламыз. Тарелкаларыңыз міндетті түрде салқын болу керек, себебі ыстық тарелкада бұл шоколадымыз еріп кетеді. Мен бұл жерде 2 тарелка алдым. Екіншісін микроволновкаға салып, тарелкамды қатты ысытып алдым. Себебі маған қазір шоколадтарды бір-біріне ерітіп жабыстыру қажет. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, ыстық тарелкамызға 2 шарикиді осылайнан қоямыз да ерітіп аламыз. Еріген шоколадтарымызды бір-біріне келістіріп жабыстыратын боламыз. Шығып тұрған артық шоколадтарын қолымызбен осылай алып тастаймыз.
Қалған полусфераларымызды да дәл солайынан бір-біріне келтіріп, келістіріп, шарики жасап шығамыз. Міндетті түрде мен көрсеткен әдіс бойынша жасап көріңіз. Егер сізге видео рецепті ұнаған болса, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Және осы видеоның астында описанияда менің басқа да видео рецепттарым бар.